Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Текелі қаласы нөмір 5 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Шаймерденова Ботагөз Амангелдіқызы. Мен бүгін сіздерге 1 сыныптың математика пәні бойынша қашықтықтан оқыту сабағын ұсынамын. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біз бүгін математика пәнінен ақша теңге тақырыбында қашықтықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. 4-ші тоқсанның 1-ші аптасы 1-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы ақша теңге. 6 сәуір. Сабақ мақсаты ақшаның қажетті заттарды сатып алуға болатынын біледі. Монеталардың құны әртүрлі болатынын біледі. Монеталарды қолданып мысалдар шығара алады. Бағалау критерийлері. Монеталарды таниды, монеталардың тобын салыстырады, монеталарды пайдаланып, амалдарды құрастырады. Ой қозғау. Балалар, бұл жерде сендерге сурет берілген. Бұл суретте адамдар қайда жүр? Олар дүкенге не үшін келеді? Дүкендегі заттарды сатып алу үшін адамға не керек? Ақшаның қандай түрлерін білесіңдер. Ал сен дүкеннен қандай зат сатып ала аласың? Балалар, біз сендермен дүкенге барғанда үйге керекті азық-түлікті, қажетті заттарды ақшаға сатып аламыз. Ал сен білесің бе, 15 қараша теңге күні. Теңге Қазақстанның ұлттық валютасы. 1-ші тапсырма. Заттарды сатып алу үшін металдан жасалған ақша монетаны қолданамыз. Яғни бұл жерде 1 теңге, 2 теңге, 5 теңге, 10 теңге, 20 теңге, 50 теңге, 100 теңге. Бұл монеталарды біз күнделікті өмірде пайдаланамыз, қолданамыз. Монеталармен таныспыз, оларды салыстырып, сәйкестендіре алады екенбіз, балалар. Тамаша. Келесі 2-ші тапсырма дүкен ойыны. Бұл жерде дүкенде әртүрлі заттар берілген. Чупа-чупс, доп, ойыншық машина, түрлі түсті бояу, ертегілер кітабы, балмұздақ, қуыршақ және қарандаштар. Осы суреттегі заттардың астында бағалары берілген. Заттарды сатып алу үшін теңгенің қай монеталарын қолданатындарыңды тауып айтып, WhatsApp желісі арқылы маған жауабын жіберсеңіздер болады. Керемет, тамаша, балалар. Келесі тапсырмамыз біздің білімленд арқылы видео тамашалайық. Адамдарға күнделікті өмірде әртүрлі заттар керек. Олардың бір қатарын дүкендерден, дәріханалардан және сауда үйлерінен сатып аламыз. Сатып алу ол өз ақшаңды дүкендегі заттарға айырбастап алу. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге, ақша қағаз және металл болады. Қағаз ақшаларды купюралар, ал металл ақшаны монеталар деп атайды. Біз бүгін металл ақшалар, монеталар жайлы айтамыз. Біздің мемлекетімізде 1, 2, 5, 10, 20, 50 және 100 теңгелік металл монеталар бар. Монетаның құны номиналы деп аталады. Номинал неғұрлым жоғары болса, монета соғұрлым құнды болады. Демек, Қазақстандық ең құнды монета 100 теңге. Саудаға байланысты есептер шығарғанда артық, кем ұғымдарының орнына арзан, қымбат ұғымдары қолданылады. Мәселен, өшіргіш 100 теңге тұрса, қарындаш 40 теңге тұрады. Қарындашқа қарағанда өшіргіш неше теңге қымбат? Өшіргіштің қарындаштан неше теңге қымбат екенін анықтау үшін 100 теңгеден 40 теңгені азайту керек. Демек, өшіргіш
Қарындаштан 60 теңге қымбат. Есте сақта. Теңге сөзі қысқартылып, былай жазылады. Керемет балалар. Бірінші тапсырманы көрейік онда. Монеталарды өсу ретімен орналастыр дейді. Бәріміз көріп тұрмыз. Монеталарды өсу ретімен орналастырамыз. Керемет, тамаша. Келесі тапсырма. Екінші тапсырмамыз. Бірдей құндағы монеталардан қажетті ақшаны жина. 5 теңгелік, яғни бұл жерде 5 теңгелікті жинау үшін 1 теңгелік монетаның 5 монетаны қолданамыз. 20 теңгені жинау үшін 2 10 теңгелік монетаны қолданамыз. 100 теңгелік монетаны жинау үшін бізге 2 50 теңгелік монета керек. Келесі тапсырмада балалар 50 теңге жина дейді. Алғашында 20 теңгелікті, содан кейін 5 теңгелікті пайдалан. Яғни бізге 20 теңгеліктен 2 монета, 5 теңгеліктен 2 монета керек. 10 теңгелікті пайдалан дейді. 10 теңгеліктен бізге 5 монета керек екен. 5 теңгеліктен 10 монета керек екен. Сонда барлығы 50 теңге жиналады екен. Өте жақсы балалар. Тамаша. Мен сендерге ризамын. Келесі балалар, бізде дәптермен жұмыс. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің тәртібін әдемілеп жазамыз. Жазу каллиграфиясын сақтап, әдемілеп отырып жазамыз. Есебімізді шығарып, сурет бойынша мысалдар құрастырамыз. Үлгі бойынша мысалдарды құрастырып, оларды шығарамыз. Шығарып болғаннан кейін, WhatsApp желісі арқылы тапсырманың жауабын маған жіберсеңіздер болады. Монеталарды пайдалана алады. Монеталарды пайдаланып, амалдарды құрастыра алады. Енді балалар, бұл жерде біз осы өткен тақырыбымызды тереңдетіп, қайталап өтсек, теңгелік монеталарды өсу ретімен атап шығайық. 1 теңге, 5 теңге, 10 теңге, 20 теңге. Теңгелік монеталарды кему ретімен атап шығайық кәнекей. 20 теңге, 10 теңге, 5 теңге, 1 теңге. 10 теңге мен 20 теңге бірге алсақ, қанша ақша болады? Қазақстан теңгелерінен қандай белгілері бойынша салыстыруға болады? Міне балалар, енді біз сендермен сабағымыздың мақсатын айтып шығайық. Қайтадан есімізге түсірейік. Сабақтың мақсаты ақшаға қажетті заттарды біз сатып алуға болатынын білеміз. Монеталарды қолданып, оларды шығара алады екенбіз. Монеталардың құны әртүрлі екендігін біледі екенбіз. Тамаша балалар, мен сендерге ризамын. Енді сендерге үй тапсырмасы. Бұл жерде де есеп монета арқылы берілген. Барлығы неше монета, жұмсалды неше монета, әмиянымызда қалды неше монета. Бұл тапсырманы орындап болғаннан кейін WhatsApp желісі арқылы маған жіберсеңіздер болады. Енді балалар, біз осы өткен тапсырмамызды басқармақ тәсілі арқылы барлығын түсіндім, енді түсініп келемін, түсінбедім деген сияқты WhatsApp желісінен әртүрлі смайликтар жіберу арқылы маған өз тәсілдеріңді жіберсеңдер болады. Көп рахмет, сау болыңыздар.